Сәлем достар. Күніне 2 литр су ішу деген ойдан арылыңыз. Бүгінгі білетініміз судың пайдасы мен зияны жайлы. Өз денсаулығыңызды ойласаңыз, соңына дейін көріңіз. Су тіршілік нәрі. Ғалымдардың айтуынша, адам организмі 65% судан тұрады екен. Судың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Күніне 2 литр су ішу керек деген кеңестерді жиі естиміз. Бірақ оның зиянды әсері де бар. Ол қандай? Судың пайдасы. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігі жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну керек. Жүрек ауруларының даму қаупін 41%-ға төмендетеді. Адамның иммундық жүйесіне пайдасы үлкен. Суды аз ішетін адамдар әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтану алдында 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға көмектеседі. Ағзада судың аз болуы бастың ауруына әсер етеді. 2 стақан сұйықтықты ішсеңіз, бастың ауруы басылады. Судың зияны. Ағзада судың мөлшері тым көп болса, ол жүрек және бүйрекке жүктемені 2 есе арттырады. Тым ыстық қылдырып ішу асқазанда ойық жара мен немесе панкреатиттің басталуына әкелуі мүмкін. Суық суды ішу зиянды. Өйткені ол асқазан мен ішкі құрылысты салқындатып, біраз уақыттан кейін ауруларға әкелуі мүмкін. Ауа райы ыстық болғанның өзінде жылы сұйықтық ішуге кеңес беріледі. Бал қосылған жылы су. Денсаулықты қалпына келтіретін тағы бір қарапайым әдіс аш қарынға бал қосылған жылы су ішу. Бал қосылған су несімен пайдалы және оны қалай дұрыс ішу керек? Бал қосылған жылы су ең әуелі организмде табиғи процесті жандандырып, асқазанның жұмысын белсенді етеді. Кейбір мамандар алдымен аш қарынға су ішіп, сосын барып бал қосылған жылы су ішуге кеңес береді. Тағы бір айта кетерлігі, суды емдік мақсатта пайдаланатын болсаңыз, қайнатылмаған су ішу керек. Мәселен, мамандар бұлақтың немесе құдықтың суы болса және оның таза екеніне көзіңіз жетіп тұрса, қайнатпай ішуге болатынын айтады. Немесе фильтр сүзгісінен өткен суды да қайнатпай-ақ бал қосып ішуге болады. Бал қосылған су адам ағзасын сергітіп, күш-қуат береді. Суды міндетті түрде аш қарынға ішкен дұрыс. Лимон қосылған жылы су. Лимон қосылған жылы судың пайдасы құрамында аскорбин кислотасының болуында. Нәтижесінде мұндай сусын ағзаның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар лимон қосылған су қан құрамындағы қантты азайтып, адамды сергітеді, организмге қуат береді. Адам қанша литр су ішу керек? Күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытыңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділігіне және өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалға, 50 килограмм кісіге 1,5 литр су ішу қажет. Яғни 1 килограммға 30 миллиграммнан. Оянғаннан кейін 1 стақан ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес беріледі. Денсаулықты жақсарту үшін шай, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза суды пайдалану керек. Шөлдесеңіз шыдап тұрудың қажеті жоқ. Бірден су ішіңіз. Міне достар, барлық пайдалы деген нәрсенің де өз зияны болады екен. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта денсаулықтарыңызды менімен бірге қадағалап отырыңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.